Қайырлы күн достар. Бүгін екінші сыныпқа арналған шоқан тақырыбында диктант жазатын боламыз. Алдымен әдеттегідей мәтінмен таныс болайық. Мен мәтінді толық оқып беремін, содан соң барып диктантты жазамыз. Шоқан. Шоқан қазақ халқының шоқ жұлдызы. Ол суретші, өнер зерттеуші, тарихшы, саяхатшы. Суретші Шоқан таңбалы тастар мен тас мүсіндерге көңіл бөлген. Шоқанның еңбектері қазақ халқының алтын қазынасы болып табылады. Олар ғасырлар бойы жасай бермек. Ал енді достар, диктантымызды жазамыз. Алдымен мәтіннің тақырыбын жазайық. Шоқан. Жазамыз. Шоқан. Бірінші сөйлем. Шоқан қазақ халқының шоқ жұлдызы. Азат жолдан бастап жазамыз. Шоқан. Сызықша қоямыз. Қазақ халқының шоқ жұлдызы. Сөйлемді тексереміз. Шоқан қазақ халқының шоқ жұлдызы. Келесі сөйлем. Ол суретші, өнер зерттеуші, тарихшы, саяхатшы. Жазамыз. Ол сызықша суретші, үтір өнер зерттеуші, үтір тарихшы, үтір саяхатшы. Сөйлемді тексереміз. Ол суретші, өнер зерттеуші, тарихшы, саяхатшы. Келесі сөйлем. Суретші Шоқан таңбалы тастар мен тас мүсіндерге көңіл бөлген. Азат жолдан бастап жазамыз. Суретші Шоқан таңбалы тастар мен тас мүсіндерге көңіл бөлген. Сөйлемді тексереміз. Суретші Шоқан таңбалы тастар мен тас мүсіндерге көңіл бөлген. Келесі сөйлем. Шоқанның еңбектері қазақ халқының алтын қазынасы болып табылады. Жазамыз. Шоқанның еңбектері
қазақ халқының алтын қазынасы болып табылады. Сөйлемді тексереміз. Шоқанның еңбектері қазақ халқының алтын қазынасы болып табылады. Келесі сөйлем. Олар ғасырлар бойы жасай бермек. Жазамыз. Олар ғасырлар бойы жасай бермек. Сөйлемді тексереміз. Олар ғасырлар бойы жасай бермек. Мінекей достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Мен енді мәтінді толық оқып беремін. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өз-өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Шоқан. Шоқан қазақ халқының шоқ жұлдызы. Ол суретші, өнер зерттеуші, тарихшы, саяхатшы. Суретші Шоқан таңбалы тастар мен тас мүсіндерге көңіл бөлген. Шоқанның еңбектері қазақ халқының алтын қазынасы болып табылады. Олар ғасырлар бойы жасай бермек.